Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бауыр тортының ерекше жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бауыр тортын дайындау үшін бізге ең алдымен блендер мен банка керек болады. Бізге қажетті заттардың барлығын майдалап кесіп, банкаға салатын боламыз. Яғни бұл жерде картошка, сәбіз, пияз, сарымсақ пияз, жұмыртқа, сүт және ең соңында бауырды жуып, майдалап кесіп, оны да салатын боламыз. Егер де үйлеріңізде ет тартқыш болмаса, немесе бұзылып қалған жағдайда осы тәсілді пайдалансаңыздар болады. Маған бұл тәсіл қатты ұнайды. Мінеки барлық заттарды банкімізге салып алдық. Енді блендердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін езіп аламыз. Айналдырған 2-3 минутта ғана біздің массамызды біркелкі масса қылып дайындап береді. Дайын болған сұйық массаға ұнымызды салып, тағы 1 минуттай блендермен шайқап аламыз. Мінеки қарап тұрсаңыздар, өте тез дайын болды біздің массамыз. Енді оған дәмдеуіштерді салып пісіре бастасақ болады. Табамыздың үлкен кішісіне қарай бұл массадан 7-8 бауыр құймақтары шығады. Әр құймақты пісіруден алдын 1 ас қасық сұйық май құйып жіберсеңіз болғаны табамызға. Құймақтарды орташа отта 2-3 минутта пісіріп алатын боламыз. Құймақтардың қалың жұқалығы да өзіңізге байланысты. Егер көптеу құйсаңыз, құймақтарыңыз қалың болып шығады. Егер аздау құйсаңыз, жұқа болып шығады. Ал енді бауыр тортымыздың ортасына салуға салма дайындаймыз. Пиязбен үккіштен шығарылған сәбізді араластырып, сұйық майда қуырып аламыз. 3-4 минут шамасында қуырып аламыз және дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Екі дана сарымсақ бөлшегін турап аламыз майдалап, және оған майонез қосып араластырып дайындаймыз. Енді алдымен ыдысымызға бауыр құймағын салып, оның бетіне майонезді жақсылап жағып, оның үстінен салмамызды салып, жайып шығатын боламыз. Және осылайша біздің құймақтар мен салмаларымыз таусылғанша тортымызды жинайтын боламыз. Үлкендер де, кішілер де жей алатын өте дәмді, жұмсақ бауыр тортымыз дайын болып қалды. Бетін әрлеу үшін мен суға пісірілген жұмыртқалардан пайдаландым. Әркім әрқалай жасайды. Енді ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Суға піскен жұмыртқаларды үккіштен шығарып, шет жағына жұмыртқаның ақ уызын, ортаңғы жағына сары уызын салып, укропты майдалап турап салдым. Мінеки біздің бауыр тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің рецептім бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер.